Мен Жынысбаева Айман Сапаргалиевна, Алматы облысы Қаратал ауданы Ескелді ауылының Рахымжан Қошқарбаев атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, амандасып алайық сіздермен ізгі ізетпен. Бүгінгі дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы біздің мектеп. Бүгінгі сабақта сенің білетінің мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін білесің. Сен мектептің қандай екенін, онда кімдер жұмыс атқаратынын білесің. Балалар, мына суретке қарайық. Назар аударыңыздар. Суреттегі қайсысын мектепке жатқызуға болады? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Мына екінші нөмірлі суретте мектеп суреті. Жарайсыңдар. Балалар, мектеп сөзі араб тілінен алынған. Жазу жазатын орын деген ұғымды білдіреді. Мектеп, жарық, әрі кең бөлмелері бар. Оқушылардың білім алатын орны. Балалар, мектепті мен бүгін білім айдындағы үлкен кемеге теңегім келеді. Осы кемеде бала 11 жыл уақытын өткізеді. Бұл кемеде небір дарынды тұлғалар, әлемді бас идірген ағаларымыз да, сіз де, біз де отырдық. Мектеп, мектеп, менің жарқын көңілім, мектеп, мектеп, шаттыққа толы өмірім, мектеп, мектеп, әнім болып төгілдің, мектеп, мектеп, анам болып көріндің. Екінші анамыздай бар жылуын бізден аямай беріп жүрген жандар аяулы ұстаздар екен. Ұстаздық еткеш жалықпас. Үйретуден балаға дегендей, ұстаз бен шәкірт арасындағы байланыс ана мен бала, не әке мен бала арасындағы сүйіспеншілікпен бірдей. Өйткені бала көзін ашқанда ата-анасын көрсе, білім көзін ашқанда ұстазын көреді екен. Балалар, енді мына суретке қарайық. Мектеп саған ұнай ма? Мектебің туралы мадақ сөздер айта аласың ба? Олай болса, айтып көрейік. Мектеп заманауи, үлкен, жарық. Иә, дұрыс. Мектеп біздің үйіміз, біздің уақытымыздың жартысы осы мектепте өтеді. Мектеп біздің өміріміздің бір бөлігі. Мектеп бізді ең үлкен адам жақсы болуға, тұлға болуға баулиды екен балалар. Мектептің негізгі тұлғасы ол директор. Ол ақылды, білімді. Мектеп директоры мектеп ұжымы мен жұмысшыларды басқарады. Осы ұжымда жасайтын мұғалімдер мен басқа да қызметкерлерге жауап береді. Ол жалғыз емес, ол кісінің орынбасары да болады екен. Орынбасарынан кейін мұғалімдері көп болады. Ал мына суретте балалар сынып бөлмесі, кітапхана, асхана, спортзал, мейірбике бөлмесі, мұғалімдер бөлмесі. Бұл мектептің ішіндегі бөлмелері. Ал енді оқулығымыздың 27-ші бетіне қарайық. Ондағы суретте спортзал, кітапхана, асхана, дәрігерлер бөлмесінің қайда орналасқанын қарастырайық. Жарайсыңдар балалар. Мына суретте мектебіміздің кіреберіс бірінші қабатының оң жақ бөлігінде асхана бөлмесі орналасқан. Осы оң жақ бөлігінің екінші қабатында дәрігерлер бөлмесі орналасқан. Ал мектебіміздің сол жақ бөлігіндегі екінші қабатында кітапхана орналасқан екен. Ал осы артқы бөлігінде спортзал орналасқан. Сендердің де жауаптарың дәл осындай болды деген ойдамын. Ал енді балалар, кішкене сергіп алайық, сергіту сәтін жасап алайық.
ешқашан мұңайман. Уақыттың бәрібір мұңаятын жағымсызы болмайды. Бақыттың беріліп бағаласын гүлім мәңгі солмайды. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, күз көктемде жазда күзде қосыл бізге. Қыз келеді төгеді бізге ақарын. Көктемде құлпырып арайланып атар талай ақтаңын. Жаз келер, өзгелер қуаныштан шырқап жүрер тәтті әнін. Күз келер, бізге кел табиғатқа шаба салма аппағым. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, күз көктемде жазда күзде қосыл бізге. Табиғат кінәсіз өзіңе сен. Үшінші тапсырмада мектепте тағы қандай мамандық иелері жұмыс істейтін бүгін талқылап көрейік. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бірінші суретте мұғалім. Мектептегі негізгі тұлға мұғалім. Ол білім берумен қатар ізденуге, тәлім-тәрбие беруге үйретеді. Ал екінші суретімізде дене шынықтыру мұғалімі. Ол бізді салауатты өмір салтын ұстануға үйретеді. Ал үшінші суретімізде аспазшы. Бізге дәмді тағамдарын жасап ұсынады. Ал енді балалар, сабағымыздың аяғында екінші сынып оқушыларының жауабын талдап көріңдер. Дұрыс деп санаған жауабыңды белгіле, себебін түсіндір. Дәурен былай дейді: мен мектепке анамның мәжбүрлеуімен ғана барамын. Егер өз еркіме қойса, бармас едім дейді. Ал Ержан болса: менің мектепке оқып білім алғым келеді. Мектепке бармасам да оқу оқитын едім дейді. Ал Серік болса: менің мектепке бару себебім, онда көп балалар бар. Сондықтан онда көңілді, олармен ойын ойнауға болады дейді. Ал Айжан болса: мен мектепке баратын едім, үлкен болғым келеді. Мектепке барғанға дейін мен кішкентай болғанмын дейді. Ал Сәуле болса: менің мектепке бару себебім, білім алуым керек. Білімсіз еш нәрсеге қол жеткізе алмайсың дейді. Ал Риза болса: менің мектепке барғым келетіні, мен онда үнемі бестік баға аламын дейді. Дұрыс па балалар? Ойланып көрейік. Қалай ойлайсыңдар балалар? Адам не үшін білім алу керек? Мектептен қандай білім алып, тағы нені үйренгің келеді? Үйден осы сұрақтарға жауап іздеп көріңдер. Бүгін сен мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін білдің. Мектептің қандай болатынын, онда кімдер жұмыс атқаратынын білдің. Олай болса балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.